Al balam sәттілік. Баршаңызға қайырлы күн. Менің есімім Дамир. Жасым 23-те. Мен сіздерге бүгін өзімнің өмір баянымды айтып беремін. Және де тек қана барлық шектеу біздің миымызда екендігін сіздерге жеткізгім келеді. Мен сондай бір керемет оратор емеспін, бірақ барынша ойымды сіздерге жеткізуге тырысамын. Екі 2017 жылдың соңында тәтем маған өз арман мақсаттарын жазып отыратын күнделік сыйлаған болатын. Мен сол жерге өзім жыл соңына дейін қанша сумма табыс тапқым келетіндігі жайлы жазған болатынмын. Ол жерге 2018 жылдың соңына дейін 1 миллион теңге табамын деп күнделікке жазып қойдым. Біраз уақыт өтеді, жаңа күнделікке не жазғанымды өзім де ұмытып кеттім, бірақ әртүрлі жобалар жасап, әрекеттене бердім. Содан Алматы облысы ішкі саясат басқармасы және Тамшыбұлақ қоғамдық бірлестігі ұйымдастырған инклюзив IT деген әлеуметтік жобалар байқауы болатындығын естідім. Содан сол конкурсқа робототехника мектебін ашамын деп бизнес жоспар жасап, өз жобамды ұсынған болатынмын. Тура сол жылдың қараша айында арманым орындалып, сол конкурста бірінші орын иеленіп, 1 миллион теңге грант ұтып алдым. Екінші арманым енді кәсібімді ашу болатын өз ісімнің. Содан 3 ноутбук, 3 робототехника жинақтарын сатып алып, кабинетті аренда, кішігірім бір кабинетті арендаға алып, өз ісімізді бастаған болатынбыз. Менің атым Құрма Шамир. Мен робототехникаға 3 апта болды қатысқаныма. Мен өте қатты ұнатамын бірінге құрағанды. Оңай емес, бірақ өте қызық. Робототехника өзі миға көбінесе жұмыс береді. Осы мен робототехника қатысып, информатикам 5-ке шыға бастадым. Миын жаттығады және өзін үйрене бастайсың. Мысалы, осындай роботтар жасап, программа жасап, жүргізуге болады пульттармен. Алдымда жарыстарға қатысып, бірінші орын алғым келеді. Мен Дамир ағадан көп нәрсе үйренгім келеді. Енді біздің ашылғанымызға қазіргі таңда 2 жылдан асты. Осы уақыт ішінде оқушыларымыз 11 рет республикалық олимпиадалардан бірінші орын иеленді. Екінші орын республикалық олимпиадалардан 3 рет алды. Халықаралық Балатех деген программалар бойынша олимпиадасының финалында 17 оқушымыз өтіп, 5-ші орын иеленген болатын. Мен бұл жігітке қарап, өмірге деген көзқарасым өзгерді. Өйткені бұл жігіт расында да мықты. Енді кружокты осы естіп басталғалы, істегелі. Балқып кентінен 2 немеремді әкеп отырмын. Әлімжан Алинұр деген. Өзім ойлаймын, енді ауылда топырақта, батпақта, күністікті ойнап жүргенше мына жерден кішкене болса да бір үлгілі нәрсе үйренеді. Роботтарды жүретін жасайды, соған өздері мәз болып келеді. Кәдімгідей бала болса да бір өзі істіндірғандай. Бұл мақтанат шығып, ата біз осындай жасап ек деп ойлаймын. Бұған Дамирге үлкен рахмет шығар, осындай балалар ойнайтын нәрсе ашып, сертификат, алғыс хаттары тұрмына қабырғаға сыймай кеткен деп жатқан жалғыз бұл жер емес шығар деп ойлаймын. Осындай жігіттер көп болса, Дамир сияқты бекерден бекер бос жүрмейді, кішкене болса да өзіне керекті бір жақсы бір тәрбие алады деп ойлаймын осы кружоктан. Кейбір балалар осы телефон ойындарына әуес. Соның кесірінен мынандай бір проблемалар шығып жатыр да қазіргі таңда. Қазіргі балалар өте шыдамсыз. Қолынан бір дүниелер істей алмай қалса, кішкентай балалар өздігінен жылап қалады жаңағы. Ата-анасы тыңдамайды, не бұл менің қолымнан келмейді деп. Өте шыдамсыз да балалар.
Ал біздің курсқа келген балалар, басында олар да жаңағы өздерінің конструкцияларын құрастыра алмай, жылап қалғандай кездерде болатын. Бірақ уақыт өте келе 1 ай, 2 ай бізде сабаққа қатысқаннан кейін қарап отырсақ, шынымен де шыдамдылық артыпты. Яғни ол бұрынғыдай жылай салмайды, ойланып отырып, жаңағы конструкторын әрі қарай құрастырып, өзінің жаңағы мақсатына жетіп жатқан балалар бар. Менің ең негізгі миссиям қоғамға өз пайдамды тигізу. Адам басқа адамдарға көмегін тигізген кезде бақытты болады деп есептеймін. Енді ол мектебімді мен 4-ші курс оқып жүрген кезінде ашқан болатынмын. Және сол 4-ші курс оқып жүріп, мен университеттің IT орталығында программист қызмет атқардым. Яғни 4 сағат университетте жұмыс істеймін, түстен кейін 4 сағат өзімнің мектебіме келіп сабақ бергенмін. Енді басында мектебімдегі барлық жұмыстарды өзім жасауыма тура келді. Өзім мұғалім болдым, өзім клиенттерге жауап беремін, өзім бухгалтер. Бірнеше мамандықтың басын ұстап, сол кезде өзім жалғыз өзім жұмыс істеп жүрдім. Туылған кезде маған ДЦП деген диагноз қойылды. Бірақ бұл диагноз менің армандарымды әрі қарай іске асыруға мүлдем кедергі жасаған емес. Негізі статистикаға қарайтын болсақ, мүмкіндігі шектеулі азаматтар Қазақстанда өте көп. Бірақ біз көшеге шықсақ, қоғамдық орындарға барсақ, өте сирек кездестіреміз. Ал мен болсам, бала күнімнен бастап, мен басқалардан кеммін, немесе ұялып көшеге шықпау деген менде ондай болған емес. Оның бір себебі ата-анам болса, себебі ата-анам мектепте болған жиындардан, той-томайлақтардан ешқашан қалдырған емес. Ал екінші себеп менің достарым болған. Достарым ешқашан мені басқалардан кем санап, бізбен бірге ойнамайсың деп мені шеттеткен емес. Сол себептен де мен еркін өстім деп айта аламын. Әкесі үнемі атқа мінгізіп, жаңағы ауылдың ішінде серуендететін. Сонда көретұғым біз. Өзі доп-домала кішкентай бала, біз ойлайтынмын, өзім ойлайтынмын. Неге осы баланы үнемі күн суық болсын, жаңа қар болсын, әкесімен бірге аттың үстінде жүреді деп. Ол кезде енді біле қоймағандықтан. Атқа мінетін кішкентай кезінде ертоқым сап, алдыма салып, кәдімгіден аяғы созылу үшін алдыма отырғызып, аяғын созып, малдың алдынан шығып, сол 1 сағаттай сол уақытта көше шетінен шығып, сол малдың алдына шығамыз. Мені қоймай тұр, аяғы жүруіне бір-біріне кедергі болмасын деп, аяғының арасы ашылып жүргеніне оңай болсын деп, көбіне сол біз жаңағындай ЛФК-мен айналысып, көбіне балаға көп көңіл бөлетінбіз. Дәмерді босанған кезде өте ауыр босандым. Сонда қиын болды Дәмерді босанған кезде. Больницадан шығарған кезде бәрі жақсы, бәрі керемет деп шығарды. Үш айлық кезінде басында неге апарғанбыз больницаға? Неге басын ұстамайды деп, сол кезде врачтар, ой, ол басы үлкен болғаннан ұстамайды деп қайта жіберді осы ауылдың врачтары. Қаз деп жүреміз. Кәні, ой, молодец. Таза ауаға жақсы шығарасыз. Режимсына дейді ғой, ұйқысы тыныш болу керек баланың. Одан кейін 1 жас 3 айында Талдыкурганға апарып едік. Сол кезде диагноз қойды. Сол кезде диагноз қойған ДЦП деп диагноз қойғанда өте маған ауыр болды, қиын болды. Дәмер бала кезінде өткір болды, алғыр болды. Балалармен көп тіл табысатын, көрші балалармен ойнап кететін. Қадымдық жасап берген өзім қолдан.
төсектің басынан алдына екі дөңгелек сап, былай өзі иіліп келген ғой, шаң бір құлдатып кететін балалармен ойнап. Қызықтап кезек-кезек қарап қойып, жанында жүрміз, балаға ілесіп, көп қимыл жасайтын. Енді өсе келе компьютерға көп отырған салдары енді қазір қимыл қозғалысы кішкене ауырлап, қазір көбіне жүріп тұрудың өзі ауырлап кетті былайша келді. Менің техникаға құмар екендігім білген соң, әкем маған өзің жалғыз сары атын сатып, компьютер алып берген болатын. Жалғыз ат сатып, компьютер алғандығын түсінгеннен кейін, ол компьютерде мен таңертең кешке дейін ойын ойнап, сондай мақсатта пайдалану мен үшін өте бір ерсі болып көрінді. Иә, бала болдық, ойнадық, бірақ дегенмен де бұл компьютерді мен білім алуға, жаңа дүниелер жасауға қолданған болатынмын. Алғашқы кәсібім музыка жазу мен үшін өте бір қызық дүние болды. Мен де сол минусовканы алып үстіне дыбыс жазуды үйреніп алдым, жаңа интернеттен. Сол бойынша музыка жазып, студия ашқан болатын үйімде. Сол кезде енді ауылдағы балалар үшін бұл өте бір керемет дүние болды да. Барлық балалар телефонда дамыл жоқ, маған келетін. Мен соларға минусовканың үстіне дыбыстарын әдемілеп, әрлеп жазып беретін болғам. Мен өзіміздің ауылымыздағы Темірғали Рүстембеков деген орта мектепте білім алдым. Негізі ең алғашқы мұғалімім сол кезде Гүлнар Байкенқызы деген кісі болатын. Ол кісі маған жазуды үйреткен. Мен оң қолым жазуға келмегендіктен, мен солақай жазатынмын барлығын. Негізі ата-анамды басында қорқыныш болған, жаңағы оң қолмен жазған ыңғайлы болар еді ғой, деген сияқты. Бірақ дегенмен де сол қолмен жазуды тез арада алып кеттім, мұғалімдеріміздің арқасында. Бұл кісілердің үйіне келгенде, мына ата-ананың жаңағы үйге келген адамды мені ұстаз деп қабылдап, сондай бір қалай бір жақсы көңілмен, қуанышпен қабылдайтыны. Менің баламның ұстазы-ау мына кісі деген сияқты. Жаңа қарсы алып, сыйлап, жаңағы Дамирдің өзінің отырған бөлмесіне апарады. Балам, жаңа кітаптарының барлығы бір ерекшелік. Анау кітап, қалам, дәптер, оқу құралдарының барлығы үстелдің үстінде қатар-қатар тұратұғын. Рет-ретіменен. Сондай бір ұқыптылықты осы отбасының өзінің бір жаңағы қалай деп айтсам екен, бір ұқыптылық, сондай бір қағида бар болған бұл кісілерде рет-ретімен әр нәрсе өзінің жаңағы орында тұратұғын. Міне, Дамир соған үйренген ғой. Мен келгенде ол сағат тұрады көзімнің алдында. Сағат бар, екеуміз отырамыз, ол міне екі қолы былай. Өзінің бір алғырлығы, білім алсам-ау деген бір құштарлық болды Дамирдің өзінде. Сол Дамирдің сол сағысынып, былай ренжіп, ондай ешқандай несі болған жоқ. Бірақ кішкентай кезінде сол 2-3 жастарда ма бір кейде отырып жылайды. Сол мен сұраймын, не үшін жыладың десе, кейде бір жылағым келді дейді. Өз сұрасақ айт. Енді ол кездегі сондай болған бала кезінде. Сол мамасы бәріміз сол үйде отырған кезде кейде былай бір нәрсені ойлаймын, әйтеуір жылайды. Кейін кезде ондай жоқ, былай сағысынып, былай ренжіп бір нәрсе жасай алмадым ба, мен болады, келешек не болады деп ондай қиялданып, ондай нәрсеге беріліп көрген жоқ. Аллаға тәубе деп айтамын, тек қана алдыға ұмтылып, сол мотивация беріп, өз-өзін сол алға қойып, тек сол жоғары көрінгісі келеді, сол іздену үстінде ұдайы сол. Әке мен шеше деген ең алдымен өздерінің барлық өмірлерін ысырып тастап, тек қана бар уақытын, бар назарын тек қана маған аударған адам деп есептеймін. Сол себептен әрине бар өмірін өз баласына арнағандықтан, мен де өз кезегімде сол үшін бұл кісілерге өте қатты қарыздармын деп есептеймін. Шамам келгенше олардың армандарын орындауға тырысамын. Дамирдің әкесіне, анасына мен басымды иемін. Дамирді осындай жағдайға жеткізгеніне мен расында да ризамын және басымды иемін. Құрметті қазақстандықтар, сіздерді Қазақстандағы 100 жаңа есім жобасы жеңімпаздарын таныстырудың 4-ші салтанатында көргенімізге шексіз қуаныштымыз. Дамир Нұркежанов, робототехника мектебінің негізін қалаушы. Әлем сәт сайын өзгеруде.
Бұрындары фантастика болып көрінген роботтар қазір өмірімізге шынайы дендеп кіруде. Желдің қайдан соққаны маңызды емес, желкенді қалай қойғаның маңызды демекші, сіздерді миымыздағы қорқыныш пен күмәнді ысырып тастап, тек қана батыл әрекет етуге шақырамын. Арманымыз тек алға жетелесін. Жарайсың, Дамир. Мен үшін жеткен үлкен жетістіктерімнің бірі ол Қазақстанның 100 жаңа есіміне енгендігім болып табылады. Енді былай қарасам, көптеген осындай жүлделерді бірінен соң бірін алып жатырмын, еңбектеніп жатырмыз. Қазақстанның 100 жаңа есіміне ғаламтордан осындай конкурс болатындығы жайлы хабарламаны көріп, соған өзім де бағым сынап көрейін деп шештім. Біраз уақыт өткеннен кейін маған хабарласып, осы интервью өткізіп, осы жобаның жеңімпазы болғандығымды ұйымдастырушылар айтты. Әрине өте үлкен қуанышты сезімде болдым, керемет көңіл күйде болдым. Осылай әрі қарай белестерді бағындыра береміз. Ендігі менің мақсатым Forbes тізіміне ену. Соған қарай ақырындап жұмыс жасай береміз. Әрине қуанамын. Өстіп, елдің алдына шыққанына, өстіп, жетістігін көрсеткеніне әр ата-анаға қуаныш қой. Әйтпесе, көп балалар үйде отыр ғой, ешқайда нетемай, үйде тығылып шығамай, нетемай, қайта Дамир ер жүректі болғаннан кейін пысықтығынан осындай жетістікке жетіп отыр. Дамир пысық болғаннан. Қуанамын. Баланың ден сау болғаны, отбасыңның амандығы болғаны бақыт деп ойлаймын өзім. Балам жүріп кетсе, толық бақыт сол болады. Семья құрып, отбасы болса. Негізі IT-сіз қазір біздің қалыпты өмірімізді елестету тіпті мүмкін емес. Қарапайым жаңа телефонымызды алып қарайық, ғаламторды алып қарайық, барлығы осы IT саласында жүрген адамдардың ойлап тапқан дүниелері ғой. Мен оқушыларыма білім беріп жатырмын деп мақтанамын. Өйткені білімді адам әрқашан өзінің еңсесін жоғары ұстайды. Қарапайым жаңағы лифттің қозғалысы болсын, эскалатор болсын, кейбір ғимараттарға кірген кезде есіктің өзі ашылуы болсын. Бірақ білімі жоқ адам үшін, оны білмеген адам үшін бұл бір фантастика сияқты болып көрінеді дағы. Ал біздің оқушыларымыз үшін ол қарапайым бір қалыпты механизм деп түсінеді. Өйткені олар әрбір двигательдің қалай жұмыс жасайтындығын біледі, датчиктердің қай жерде орналасып, қандай датчик қолдану керектігін біледі. Осының арқасында олар болашақта өздерін сұраныста болатын маман ретінде көреді деп ойлаймын. Балаларды тәрбиелеп жатыр ғой, шығармашылық тәрбиемен айналысып жатыр. Жаңағы мен соны мақтан тұтам. Дамирдің осындай өмірде өз орнын тауып, өзі де білім саласында жаңағы ұстаздық істі ары қарай жалғастырып жүргенінде. Дамирдің осындай бір жетістікке, биік жетістіктерге жетіп жатқаны менің де бір кішкентай ғана ұстаздың, менің ғана емес, басқа ұстаздардың да бір кішкентай ғана үлесі бар ғой деп. Қанша жерден сүйікті жұмысың болғандықтан да кейбір кезде шаршайтын кездерің болады. Бірақ дегенмен де жеткен нәтижелеріңе қарап, алға қойған мақсаттарыңа қарап, қайтадан қуаттанып, жаңа энергиямен, жаңа мотивациямен әрі қарай белестерді бағындыра береміз. Әрине бұл бізде мектеп болғандықтан балалардың барлығы тіл алғыш, біздің айтқанымызды бірден үйрене салатын да балалар болмайды. Әрбір үйдің еркелері мысалға. Дегенмен де олар өзінің еркесі болса да, IT саласы дамыған сайын, ертең олар да осы балалар осы өмірден өз орнын тапса екен деген ниетіміз бар. Қазір жастар ең алдымен білімді болу керек, сонымен қатар жаңа дүниелерді үйрену үшін алдына үлкен мақсат қоя білу керек деп ойлаймын. Кәсіп жолы өте қиын екен, бұл үлкен ізденістің үстінде болады екен. Ал бір күн тоқтап қалса, уже ол жұмысы уайымдап нетіп қалады. Сол үшін күнделікті жұмыс, сол күнделікті ары қарай іздену үстінде ұдайы. Ана жер жұмыс, мына жер не болар екен деп алаңдап, көбіне сол жұмыс жайында ойлап жүреді.
таңертең тұрғаннан бастап. Көбіне ана денсаулығына қарағанда мына жұмысына, мына өзінің мына кәсібіне көп көңіл бөледі. Негізі әлемге Қазақстанға үлесімізді қосамыз деп жатырмыз. Бірақ дегенмен де соның арасында менің негізгі мақсатымның бірі жаңағы ата-анамның да сенімін ақтау. Ата-анамның сенімін ақтаған сайын халықтың да елімнің де сенімін ақтап жатырмын деп есептеймін. Менің әкем ол менің аяғымда, ол менің қолымда, менің ақылшымда, менің компаньонымда. IT тілмен айтатын болсақ, мен үшін әкем ол менің резервтік копиям десек те болады. Өйткені бұл әлемде менің бүкіл жақсы көретін проблемалардың барлығын да білетін әкем деп айтса мен қателеспеймін. Мен енді 24 сағат бірге жанында жүрем. Сол таңның атысынан кешке дейін үйге келгенге дейін, ұйықтағанға дейін жанындамын ғой. Бірге жүрем. Ұнай ма? Енді ұнайды, бала үшін істейміз. Сол оның жасаған жетістігі үшін мен қуанам. Сондай бала тәрбиеледі деп Аллаға шүкір мақтанам. Сол балам үшін сол бәрін ұмытып кетемін. Негізі армандарым көп. Көбіне өзім экстримді жақсы көрем. Жаңағы бұрын кездегі армандарымның бірі жаңағы әуе шарында ұшу болатын, снегоход айдау болатын. Енді олар орындалды. Енді болашақтағы армандарымның бірі жаңағы истребитель айдау, парашютпен секіру. Жақын арада соларды істесем бе деген ойым бар. Енді үнемі ата-анам мені қолдап отырады. Әкем үнемі қасымда. Сондықтан мен енді өз кезегімде осының бәрін қайтаруым керек қой. Жаңағы барынша материалдық жағдайынан болсын, бары қолымыздан келетін сол, барынша материалдық жағынан болсын қамтамасыз ету, ата-анамды қуанту үнемі. Өз өмірлерін, өз армандарын ысырып қойып, тек қана мен үшін өмір сүруде. Сол кезек, сондықтан мен өз алдымда олардың армандарын орындау өз міндетім деп есептеймін. Үмітімізді ақтады деп ойлаймын. Сол бала кезінде көп еңбектеніп бұған көп тер төктік, мен үшін үлкен бақыт. Әр жетістік үшін қуанып отырамыз. Соған қолдап отырамыз әрдайым. Менің көзқарасымда өмір деген құр босқа өмір сүрмей, тек қана армандарың мен мақсаттарыңды орындайтын мекен деп айтар едім. Бұл жігіттен біз үлгі алу керекпіз. Мен қазір өзім ұялып отырмын. Басымнан өткен бір жағдай болған кезде сынып кете жаздадым. Мен қазір өзімнен ұялып отырмын. Дамирдің мынау өмірбаянын тыңдап отырып. Бағана басында айтқанымдай, көптеген шектеулер тек қана біздің миымызда ғана. Мысалы, жетістікке жеткен адамдарды көрсек, біз ойлаймыз, ол жаңа қолынан бәрі келеді, ол өте білімді, мен қолымнан келмейді деп өзімізді шектеп қоямыз. Бірақ дегенмен де жетістікке жеткен адамдардың да бастарында тек қана бір ми ғана бар, біз сияқты екі қолы ғана бар, екі көзі ғана бар. Сол себептен адам жасағанда адам жасайды деп айтқым келіп тұр. Амансың ба? Ассалаумалейкум аға. Уалейкумассалам. Өмірбаяныңды естіп, маған үйренетін көп нәрсе бар екенін білдім, түсіндім. Сен расында да өте мықты жігіт екенсің. Клеткада өмір сүретін құстар үшін қанаты кедергі дейді. Ал сенің өзің қалағандай өмір сүру үшін мынау арба ешқандай кедергілік етпейді. Егер де сенің арманың болса, және өмірге қойған мақсатың болса, сынақты тек мықтыға ғана береді. Ол сынаққа төзе білетін және алып шыға алатын адамға ғана береді ол сынақты. Дамир, сен мынау жасыңда қазір шәкірт тәрбиелеп отырсың.
Сенің қаншама жасаған еңбектеріңді, дүниелеріңді естіп, мен кәдімгі риза болып отырмын. Аға, сіздің ұлыңыз нағыз батыр.